Олар мүміндерді былай қалдырып, кәпірлерді дос тұтады. Сонда олар кәпірлермен бірге болып, үстемдік пен ұлылыққа қол жеткіземіз дей ме? Шынтуайтында бар үстемдік пен ұлылық бір Аллаға тиесілі. Алла сендерге кітапта мынадай үкім түсірген еді. Егер әлдекімдерін Алланың аяттарына сенбей, мазаққа айналдырып отырғанын естісеңдер, олар басқа әңгімеге көшпейінше қастарында отырмаңдар. Ал егер түк болмағандай отыра берсеңдер, демек сендер де солар сияқтысыңдар. Шүбәсіз Алла екіжүзділер мен кәпірлердің бәрін жаһанамға жинайды. Екіжүзділер сендерді бір бәлеге ұшыраса екен деп сырттай бас бағып, бақылап отырады. Егер Алла сендерге жеңіске жетуді нәсіп етсе, олар біз де сендермен бірге емес пе едік дейді. Ал егер жеңіс кәпірлерге бұйыра қалса, оларға барып, біз мұсылмандарға қосылмай, іштен шалу арқылы сендерге қолдау көрсетіп, осынау жеңіске елеулі үлес қоспап едік, сендерді мүміндерден қорғамап едік деп міндетсінеді. Алла қиямет күні араларында әділ билік айтып, өз үкімін шығарады. Сондай-ақ Алла кәпірлердің мүміндерден үнемі үстем болуына жол бермейді. Ақтық жеңіс пен үстемдік мүміндердің еншісінде болады. Расында екіжүзділер сырттай мұсылман болып көрініп, өздерінше Алланы алдаймыз деп ойлайды. Алайда Алла олардың сазайын бірден бермей, ақыретте оңдырмай жазалау арқылы өздерін алдап соғады. Олар намазға тұрғанда кежегесі кейін тартып, еріншектеп әрең тұрады, һәм құлшылықты мүміндерге көз қылып жасайды. Сондай-ақ Алланы өте аз еске алады. Олар екі арада мұсылмандар мен кәпірлердің арасында жағымпазданып жүреді. Не мыналарға қосылмайды, не аналарға қосылмайды. Алла қайсы бір құлын өзі тілеп алған теріс жолға салып адастырса, сен оған әсте күпірліктен құтылатын жол тауып бере алмайсың. Уа иман келтіргендер, мүміндерді былай қалдырып, кәпірлерді сырлас дос тұтпаңдар. Әлде сондай ақымақтық істеп Аллаға өздерінің екіжүзді екендеріңді көрсететін, өздеріңе қарсы айқын әрі бұл тартпас дәлел келтірейін деп пе едіңдер? Шүбәсіз екіжүзділер тозақтың ең төменгі қабатында. Оларға қол ұшын беріп тозақтан құтқаратын бірде-бір медеткер таба алмайсың. Алайда шынымен тәубеге келу арқылы Аллаға бет бұрып, толық түзеліп, Алланың дінін мықтап ұстанғандардың, сондай-ақ бар ықыласымен құлшылық етіп, Аллаға шынайы құл болғандардың жөні бөлек. Міне солар мүміндермен бірге. Күндердің күнінде Аллаға мүміндерді үлкен сый-сияпатқа бөлейміз. Сендер Аллаға шүкіршілік білдіріп, иман келтірсеңдер, Алла сендерді азаптап қайтеді? Алла шәкир, өзіне шүкіршілік еткендердің қарымын еселеп қайтарып, қисапсыз нығметке мол сауапқа бөлеуші. Һәм әлим, барлық нәрсені құлдарының жай күйін жақсы білетін шексіз ілім иесі. Алла ашық айтылған көңілге дақ түсіретін ауыр сөзді еш ұнатпайды. Тек жазықсыз жапа шеккен адамның ашынғаннан айтқан сөзінің жөні бөлек. Алла самих, айтылған сөздің бәрін естуші. Һәм әлим, кімнің не айтып, не қойғанын, қандай ниетпен айтқан жақсы білетін шексіз ілім иесі. Қандай да бір жақсылықты жария істесеңдер де, жасырын істесеңдер де, немесе өздеріңе істелген жамандықтың есесін қайтару шамаларын жете тұра кешетін болсаңдар, біліп қойыңдар. Алла афу, құлдарының өзіне қатысты жасаған күнәларын көбін бірден кешетін, өте кешірімді һәм қадир, жазаға лайық болған әрбір күнәһардың сазайын беруге құдіреті толық жететін өте құдіретті.
Расында жазаға лайық болғандар Аллаға және пайғамбарларына күпірлік қылады. Аллаға сенеміз деп айтқанмен, пайғамбарлардың кейбірін мойындамай, Алла мен пайғамбарларын бір-бірінен бөліп жаруды көксейді. Һәм пайғамбарлардың кейбіріне сенеміз, кейбірін мойындаймыз деп иман мен күпірлік арасында бір жол ұстанғысы келеді. Міне солар нағыз кәпірлер. Біз кәпірлер үшін оларды қор қылатын азап әзірледік. Аллаға һәм пайғамбарларына иман келтіріп, оларды бір-бірінен бөліп жармай, бәріне бірдей иман келтіргендердің тиісті сый-сияпатын алдағы уақытта Алланың өзі береді. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед, кітап иелері сенен мұғжиза ретінде өздеріне көктен бір кітап түсіруіңді сұрайды. Олардың мұндай орынсыз тілектеріне таңырқама. Өйткені олар кезінде Мұсадан одан да зорын сұрап, бізге Алланы ашық көрсет деген еді. Сонда осынау қиянаттары, күнәлары себепті тас төбелерінен жай түскен еді. Олар мұнымен қоймай, өздеріне ақиқатты көрсететін анық дәлелдер келгеніне һәм бірталай мұғжизалар көрсетілгендеріне қарамастан, әшекей бұйымдарын бұзаудың мүсінін жасап алып, соны тәңір тұтты. Алайда біз соған қарамастан тәубелерін қабыл етіп, олардың бұл қылықтарын да кештік. Сондай-ақ Мұсаға Тәуратты түсіріп, анық дәлелмен үстемдік нәсіп еттік. Тәуратты мықтап ұстануға қатысты олардан берік уағда алу үшін Тур тауын түбімен қопарып алып, төбелеріне төндірген едік. Шөл далада босып, қаңғырып жүргендерінде тұрақ тибетін құтты мекенге бағыттап, қаланың қақпасынан кіргенде сәждеге жығылған күйде Алладан кешірім тілеп кіріңдер деп бұйырған едік. Сондай-ақ оларға сенбі күніне қатысты иләһи тыйымға немқұрайлы қарап шектен шықпаңдар дедік. Сөйтіп олардан осыған және басқа да маңызды мәселелерге қатысты жауапкершілігі тым ауыр берік уәде алдық. Міне сондықтан бастарына не келсе де, соған алдымен өздері кінәлі. Берген уәделерінде тұра мағандықтан, Алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлік қылғандықтан, пайғамбарларды нақақтан нақақ өлтіргендіктен және пайғамбарларына біздің жүрегіміз қаптаулы, яғни иманға, ақиқатқа жабық деп айтқандықтан бәледен көз ашпауда. Шындығында күпірлікте табандағандықтан Алла олардың жүрегін мөрлеп тастаған. Сондықтан олардың бірен сараны болмаса басым көпшілігі иман келтірмейді. Сондай-ақ күпірлікте табандылықтан және Мариямға сұмдық жала жапқандықтан. Һәм олардың Алланың елшісі Мариям ұлы Иса Мәсіх жайлы біз оны өлтірдік деп мақтанғандықтан Алла оларға қаһарын төгіп жүректерін иман кірмейтіндей етіп мөрлеп тастады. Алайда олар оны өлтіре де алмады. Айқышқа керіп аса да алмады. Бірақ олардың көзіне солай көрінді. Негізінен өлтірілген басқа біреу еді. Расында Иса жайлы таласып тартысқандардың да бұл мәселеде күмәндары жоқ емес. Олардың бұл мәселеде нақты білімі жоқ. Тек ой жорамалға сүйенеді. Анығында олар оны өлтіре алмады. Алайда Алла оны өз дәргейіне көтеріп әкетті. Шүбәсіз Алла әзиз, бәрінен үстем һәм ұлы, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Кітап иелерінің қайсы бірі болмасын, өлместен бұрын оған тиісінше иман келтіреді. Алайда бұл иманның оларға пайдасы болмайды. Өйткені Иса қиямет күні оларға қарсы куәлікке жүреді. Яһудилердің істеген зұлымдықтары һәм ел жұртты Алланың хақ жолынан қақпайлаған
қылғандықтары себепті оларға бұрын адал болған бірқатар таза нығметтерді харам еттік. Сондай-ақ өздеріне тыйым салынса да өсім алғандықтары және елдің мал пұлын арам жолмен жегендіктері үшін де оларға кейбір нығметтерді харам еттік. Һәм олардың арасындағы кәпірлер үшін жан төзгісіз азап дайындап қойдық. Алайда олардың арасындағы ілімде тереңдегендер мен шынайы мүміндер саған түсірілген Құранға һәм өзінен бұрын түсірілген иләһи кітаптарға иман келтіреді. Міне солар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әр уақытылы оқитындар, зекетті толық беретіндер, сондай Аллаға һәм ақырет күніне сенетіндер. Міне соларды жақында үлкен сый-сияпатқа бөлейміз.